Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сестры, начнем, иншаллах. Бисмиллахи алхамдулиллахи, нахмаду ва настагин, ва настагфируху. Ва наузу биллахи мин шурури анфусина ва мин сайyiati a'malina. Ман яхдихилlahu фала мудилля лаху ва ман юдлил фала хадия лаху. Ва ашхаду ан ла илаха илляллах вахдаху ла шарика лаху ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Так. Начнем, иншаллах. Бізде мединский курстың бірінші тому бойынша интенсив курсы, я. Так, біз айттық, я. Біз айттық, мединский томда, мединский курста біздер сөйлемді дұрыс құрастыруды үйренетін боламыз деп, я. Ол не деген? Ол грамматикаға кішкене кіреміз, я. Грамматикамен танысатын боламыз, солай ғой. Енді араб тілінде ол үшін біздер білуіміз керек сөздерді, я. Сөздер ол немесе исім, ол немесе фиғл, ол немесе харф болатын білеміз, я. Кез келген сөз араб тілінің ол немесе исім болады, ол немесе фиғл болады, ол немесе харф болады. То есть исім сөздерге не жатады? Мысалы, Мухаммадун, китабун, кім не деген сұрақтарға былай қараса жауап беретін, былай айтқанда фиғл дегеніміз ол іс әрекетті білдіретін сөздер. Іс әрекет, кетті, келді, үйтті, бүйтті деген барлығы фиғлге жатады. Захаба, хараджа деген сияқты. Ал харф дегеніміз ол частица, былай айтқанда частица деп аталады. Частица дегеніміз не? Харф дегеніміз ол өзіндік бір мағына бере қоймайды, оның мағынасы бірақ сөйлемде керек. Ол сөйлемде керек нәрселер. Мысалы, ол фи, иля, аля деген сияқты харфтар. Оларды әрқайсымен әрине біздер танысамыз. Не үшін? Себебі араб тілінде осы бізде грамматикада нені үйренеміз? Сөздерді бөлек-бөлек емес, сөйлемді қарастырамыз. Сөйлемді қарастырғанда біз әрине оның сөздерін қандай сөздер екенін білуіміз керек. Захаба Мухаммадун иля суқ деген уақытта, мысалы, Захаба Мухаммадун иля суқ деген уақыт деген десек, мысалда, біздер көріп тұрмыз, бұл сөйлем, сөйлем сөздерден құралып тұр, солай ғой. Және әр сөзді біз білуіміз керек. Захаба, мысалы, ол фиғл, кетті, Мұхаммад базарға дегенді білдіреді. Фиғл кетті, іс әрекетті білдіріп тұр, Мухаммадун кім? Бұл исім, иля дегеніміз, былай айтқанда орысша түсіндірген кішкене келеді, себебі орысша частицалар жалғаусыз емес, бөлек-бөлек айтылады. На базар, мысалы, на деген сөз соған сәйкес келіп тұр. Ас-суқ базар, мысалы, исім сөзге жатады, Енді кетті Мұхаммад базарға. Былай айтқанда базарға деп айтуымыз үшін бізде мына иляны алып тұрмыз, Мына иляны алып тастайтын болсақ, мысалы, Захаба Мухаммадун ас-суқ. Кетті Мұхаммад базар деген сөйлем шығады, ол дұрыс болмайды, сол базарға деп айта алмай тұрмыз да, сол үшін бізде мына иля деген частица бізге керек болады екен. Осындай сөйлемдер исім фиғлден тұрып, исім фиғл харфтан тұрады ғой. Осындай сөйлемдерді дұрыс құрастыру үшін бізге осындай нәрселерді білу керек болады. Шарх бойынша бізде бірінші тақырып хәза. Хәза дегеніміз мынау, бұл деп аударылады, оны білеміз. Және оның анықтамасы бізде қос нүкте арқылы жазылады. Хәза ол исму ишаратин лил муфрадил музаккарил қарибил ғақили ва ғойрил ғақили. Не дейді? Хәза дегеніміз ол исім тобына жатады екен, Және исімнің ішінде қандай түріне жатады? Исім ишара түріне, сілтеу есімдігі, былай айтқанда сілтеу есімдігі деп аударуға болады. Лил муфрадил музаккари, то есть лил муфради жекеше түрге, әл-музаккари мужской родқа, әл-қариб жақын жердегі нәрсені, әл-ғақил ақылды, ғойрул ғақил ақылсыздарға. То есть хәза деген мынау, бұл дегенді мынау үй, мынау ер адам, мынау кітап деп айтуымыз үшін ғой, мынау бұл дегенде қазақшада, мысалы. Ал араб тілінде қандай сөздерге біз айта аламыз? Мысалы біздер сайяратун деген машина деген сөз. Машинаға біз мынау машина деп айтуымыз үшін хәзаны айтпаймыз екен. Неге? Себебі араб тілінде сайяратун деген сөз женский род болып есептеледі. Женский родтарға хәза айтылмайды. Неге? Потому что хәзаның анықтамасында бізге не деп тұр? Лил музаккар деп тұр. Музаккар дегеніміз мужской род.
Әл-муфрад жекеше түрдегі және жақын жердегі нәрселерге көрсетіп айта аламыз екен. Сонда бізде мысалы хәза бәйтун, мынау үй, хәза уәләдун, мынау бала. То есть ақылдыларға да ақылсыздарға да қолданылады. Мысалы бәйтун деген ақылсыз болса, уәләд деген бала, ақылды, То есть ақылдыларға бізде адамдар жататын білеміз, ақылсыздарға кез келген жануар, солар жатады. Енді хәза дегеніміз сонда сілтеу есімдігі. Мынау үй, мынау бала. Мысалы хәза бәйтун, хәза уәләдун деп айтуымыз үшін керек, Хәза дегенді сол үшін қолданамыз. Түсінікті ме? Сонда хәза дегеніміз ол жекеше түрдегі, мужской родтағы, жақын жердегі объектілерді көрсетіп айту үшін қолданылады. Түсінікті ме? Және ақылдыларға да, ақылсыздарға да қолданылады. Әл-ғақилге мысал, хәза роджулун, хәза уәләдун, хәза шейхун. Ғойрул ақил, хәза китабун, хәза бәбун, хәза қоламун деп айтуға болады екен. Мынау ер адам, мынау бала, мынау ақсақал, немесе шейх деп те айтады бізде. Ғойрул ақил, хәза китабун, мынау кітап, мынау есік, мынау қалам. То есть, мына мысалдардағы сөздердің барлығы бізде мужской родтағы жекеше түрдегі сөздер екенін білеміз. Соларға сондай сөздерге хәза деп айта аламыз екен. Және хәза сол үшін бізге керек, Әрі қарай бізде мұндай подтема бар екен. Мә хәза, бұл не? Мә хәза, бұл не? Деген сұраулы сөйлем түрінде келген тақырып, Оның ішінде хәзаны біз білеміз. Және мә дегеніміз ол тағы да қос нүкте арқылы анықтамасы. Исму истифхамин ли ғойрил ақил. Ақылсыздарға арналған сұрау есімдігі. Ақылсыздарға арналған сұрау есімдігі. То есть исму истифхам ли ғойрил ақил. Так, имя вопросительное для неразумных, былай айтқанда. Мә, хәза. Бұл не, что это деп қоямыз екен, Бұл сұраулы сөйлемге айналып кеткен. Что это? Мысалы, мә хәза, хәза китабун, мә хәза, хәза бәбун, мә хәза, хәза қоламун, мә хәза, хәза роджулун. Айта алмаймыз екен, себебі роджул бізде ақыл. Ақыл иесі солай ғой. Оған мә хәза деп бізге сұраған бізге дұрыс болмайды, сондықтан мына жерде крестик қойып қойған бізге. Мә хәза, хәза уәләдун. Бұл да дұрыс емес дейді. Неге? Себебі мә хәза деген сұраққа хәза уәләдун деп ақылды айтуға болмайды екен, солай ғой. Сондықтан бұлар бізде дұрыс емес деп белгіленген. Әрі қарай кеттік. Келесі тақырып бізде әхәза сәрирун, бұл кровать па деп аударылады. Әхәза сәрирун, бұл кровать па деп аударылады, Оның ішінде бізде хәза деген сөз бізге таныс, сәрир деген кровать, ал мына басындағы дегеніміз ол не? Және бұл сұраулы сөйлем. Дегеніміз ол хамзатул истифхам, бұл хамза, және истифхам, хамзатул истифхам дегеніміз сұрау хамзасы. Харфун жауабуху наам аула. То есть хамзатул истифхам бұл харф. Мана біз өттік не? Исм фиғал харфтың ішінде ол харфқа жатады екен, Ол харфқа жатады екен. Ол частица. Вопросительная хамза, былай айтқанда, для вопроса она только применяется, для вопроса, сестры, только сұрақ қою үшін бізге қолданылады екен. Сонда бұны алып тастасақ, хәза сәрирун болып шығады. Бұл кровать. Бұл жерде уже сұрау белгісін бізге қойған дұрыс болмайды. Себебі мына басындағы хамзаны алып тастаған уақытта просто хәза сәрирун болады да. Біз даже тонымызды сұраулы сөйлем сияқты сұрасақ та, ол сұраулы сөйлемге айналмайды. Мысалы, хәза сәрирун деп сұрақ ретінде сұрасақ та, ол сұраулы сөйлемге жатпайды. Себебі именно осы хамзатул истифхам бізде не тұруы керек екен. Хамзатул истифхам сұраулы сөйлем қылу үшін, бізде хамзаны қолданады. Сондықтан осы хамза тек қана сұраулы хамзасы деп аталып тұр ғой. Тек қана истифхам үшін. Истифхам деген сұрақ сөз түрі. Сұраулы хамза, сұрау хамзасы деп аударылады. Және ол харф, ол частица. Және ол не? Жауабуху, оның жауабы
иә немесе жоқ дейді. То есть біздер осындай сұраулы хамзасы тұрған сұрақты көретін болсақ, иә, оған жауабында иә, немесе нам, немесе лә деп айтып алуымыз керек. Мысалы, нам хәза сарирун, немесе лә хәза курсиюн, мысалы, иә. Сөйтіп, бұл хамзаның талабы обязательно біздер бірінші нам немесе лә деп жауап беріп алуымыз керек екен. Түсінікті ма? Түсінікті. Кеттік ары қарай. Далее. Ахаза сарирун? Нам, хаза сарирун. Ахаза роджулун? Нам, хаза роджулун. Ахаза курсиюн? Ла, хаза сарирун. Ахаза валадун? Ла, хаза роджулун деп мысалдар бізге берілген. Бұлардың барлығы сұраулы сөйлемдер. Ахаза сарирун, ахаза курсиюн, ахаза роджулун, ахаза валадун. Барлығында біздер хамза тұрғанын көріп тұрмыз, иә? Себебі бұл сұраулы сөйлем. Біздер сұрақты да қойып үйренуіміз керек қой, сондықтан осындай мәселелерді білеміз, иншаллах. Түсінікті, иә? Сонда хамзатул истифхам бізде харфқа жатады. Манағы исм, фиғл, харф деген үлкен үш топтың, иә? Соның ішінде хамза именно харф түріне жатады екен, частица ретінде қолданылады екен. Далее у нас тема мән хәза. Бұл кім дегенді білдіреді. Манағы біздің тақырып мә хәза болатын болса, бұл не? Бұл мән хәза. Бұл кім дегенді білдіреді. Соның ішіндегі мән бізде исм истифхам лил ақил. Ақылдыларға арналған исм истифхам екен. Исм бұл исм. Және истифхам сұрау есімдігі ақылдыларға арналған сұрау есімдігі деп аударылады. Иә, араб тілінде сөздер ақылды, ақылсыз болып бөлінеді. Ақылдыларға мән дейтін болса, ақылсыздарға мә деп қойылады, иә, сұрақтың ішінде. Мән хәза, хәза табибун. Мән хәза, хәза вәләдун. Мән хәза, хәза талибун. Барлығында жауаптарында ақылдыларды қойған. Енді мән хәза деп сұрағанда, хәза китабун депті да, бұл жерде бұл не? Дұрыс болмайды. Себебі ақылсыз, оған мән деп сұралынбайды, солай ғой. Мән хәза десек, мысалы, хәза роджулун деп айтсақ болады, хәза вәләдун деп айтсақ болады, хәза тағы кім? Әйел деп айта аламыз ба? Айта алмаймыз, иә, себебі хәза деген оған келіспейді, иә. Хәза деген тек қана мужской родқа қолданылады. Мужской родқа жекеше түрдегі тұрған нәрсеге. Мысалы, мән хәза, хәза мударрисун, хәза муслимун деген сияқты қоя аламыз екен. Ал хәза китабун деген жауап болатын болса, оған қандай сұрақ қоя аламыз? Хәза китабун деген жауап болатын болса, оған мән емес, қандай? Мә хәза деп қоюымыз керек екен, иә? Мә хәза, хәза китабун деген сияқты. Мына жерде мән дұрыс емес. Және мән хәза дегенде хәза қоламун тағы айтылмайды, солай ғой. Себебі қалам бізде ғойрул ақыл, ақылсыз, иә, оған мән делінбейді, оған не? Мә хәза, хәза қоламун деп айтылады екен. Далее. Ахаза табибун. Наам, хаза табибун. Ахаза кәлбун. Наам, хаза кәлбун. Ахаза талибун. Ла, хаза табибун. Бұл студент па? Жоқ, бұл врач. Ахаза қиттун. Ла, хаза кәлбун. Бұл мысық па? Жоқ, бұл ит деп мысалдар келтірілген. Далее, бізде екінші сабақты қосып алып кетеміз иншалла. Ад-дарсу сәни, екінші сабақ. Бұл жерде шархта бірінші сабақта хәза болатын болса, екінші сабақта зәлике. Хәза мынау болатын болса, зәлике анау деп аударылады екен. Оның анықтамасы зәлике, бұл да исм ишара, әрине анау деп сілтеу есімдігі. Лил муфрадил музаккарил бағидил ақили ва ғойрил ақили. Не дейді? Зәлике дегеніміз ол исм ишара, лил муфрад. Тоже исм ишара, жекеше түрге арналған, мужской родқа арналған, әл-бағид, алысқа арналған, әл-ақыл және ғойрил ақыл деп келтіріледі. Бұл жерде айта кететін нәрсе, хәза мен зәлике, мысалы біз айттық қой, жақын жердегі нәрсеге, сосын алыстағы анау нәрсеге, мысалы, мынаған хәза дейтін болсақ, мынаған зәлике дейміз, анау дейміз, иә.
Ол сияқты хаза деген, хаза мен залика по степеням тоже может быть айырмашылығы. То есть хаза дегеніміз мына жерде болса, залика в какой-то высшей степени, по степени он важный, по степени не болатын сөздерге, важный болатын, жоғары болатын сөздерге де залика делінеді. Мысалы, Құранда бізде не? Заликал китабу ла ройба фих дейді. Заликал китабу, ана кітап деп тұрған жоқ, именно по степени выше ана, на высшей степени, на высокой степени болғандықтан заликал китабу деп бізге келтірілген екен, түсінікті ма? Сондықтан хаза мен залика осындай степень жағынан да мағынада қолданылады екен. Әл-ғақыл, залика роджулун, залика мударрисун, залика толибун. Барлық сөздер әл-ғақыл, ер адам, мұғалім, студент. Ғойрул ғақыл, залика наджимун, залика байтун, залика хисонун. Бұл ғойрул ғақыл, анау жаңа жұлдыз, анау үй, анау жылқы деп аударылады. То есть ғойрул ғақыл ақылсыздар, әл-ғақыл ақылдылар екен білеміз. Әрі қарай мән хаза ва мән залика, мән хаза ва мән залика, мынау кім және анау кім деп аударылады. Мән хаза суалун анил қарибил ғақил. Мән хаза вопрос о близком, разумном, то есть жақын жердегі ақылдыға қойылатын сұрақ. Мән хаза, бұл кім? Ал мән залика дегеніміз ол суалун анил баидил ғақил, то есть вопрос о далеком, разумном, алыстағы ақылдыға қойылатын сұрақ. Мән залика, анау кім деп, Мән хаза, хаза мудирун, бұл кім? Бұл директор. Мән залика, залика мударрисун, анау кім? Анау мұғалім. Мән хаза, бұл кім? Хаза имамун, бұл имам. Мән залика, залика толибун, анау кім? Анау студент. Деген сияқты сөйлемдер уже біздеріне құрастыра аламыз. Сабақтан кейін, иншаллах, менде дополнительный сұрақтар болады, дополнительный тапсырма, сол қосымша тапсырмаға жауап бере алатын болсақ, иншаллах, осы тақырыпты бекіткен болып саналамыз, иншаллах. Сұрақтарға жауап беріп көріңдер. Тапсырманы орындап көріңдер, иншаллах. Сабақтың соңында, иншаллах, жіберемін. Ма хаза ва ма залика. Бұл не? Және анау не? Вау дегеніміз және деп аударылады. Мынау не және анау не деген мағына. Ма хаза суалун анил қариби ғойрил ғақил. Бұл не? Вопрос о близком неразумном, Ма хаза. То есть ақылсыздарға, жақын жердегі ақылсыздарға қойылатын сұрақ. Жақындағы ақылсызға қойылатын сұрақ. Ма залика суалун анил баиди ғойрил ғақил. Не дейді? Ма залика дегеніміз алыстағы ақылсызға қойылатын сұрақ. Ма хаза, хаза хаджарун. Ма залика, залика лабанун. Ма хаза, хаза химарун. Ма залика, залика қиттун деп мысалдар бізге берілген. Альхамдулилля. Осымен иншалла екі сабақ бізде аяқталды. Так, біздер шарх бойынша үшінші сабақты да алып кетеміз иншалла, потому что себебі бізде бірінші, екінші сабақтар оңай сабақтар болатын, сразу Европа нелер басталмайды, оған Европаға дейін осы сабақтарды өтіп алу керек болатын. Сондықтан, оңай сабақтар болғандықтан, қазір үшінші сабақты да қоса алып кетейік. Ад-дарсу сәлис, үшінші сабақ. Әл деген тақырып бізде, Әл деген өзі кәдімгідей бір тақырып ретінде бізге келіп тұр. Не үшін? Себебі әл ол не? Харфу тағрифин. Частица определения. Былай айтқанда харфу тағриф. Частица определения. Ол не үшін бізге керек? Мысалы, бәйтун деген сөзді айтатын болсақ, біздер бұл бәйтун деген сөзде біз не меңзеп тұрмыз? Кез келген үйді айтып тұрмыз. Не конкретизируем никакой ешқандай үйді, Ал оған
Әл деген артикльді қосатын болсақ, бұны артикль деп те айтайды. Әл дегенді қосатын болсақ, иә, онда бізде әл-бәйту деп шығады. Әл-бәйту это уже конкретный дом деген мағынаны береді, жалпы мағынаға бұл қатысты, иә. Мағынаға қатысты. То есть бәйтун дегеніміз кез келген үй болса, әл-бәйту деген нақты бір үй, нақты бір үйді білдіреді мағынасы бойынша, әрине. Мәсжидун әл-мәсжиду, қоламун әл-қоламу деген сияқты. Мысалы, бізде сөздіктерде әлмен тұрмайды, иә. Бәйтун, мәсжидун, қоламун, мударрисун, бәбун, вәләдун. Кез келген сөз осылай тұрады. Неге? Себебі олар ешқайсысын ешқандай конкретно нақтыламайды ғой, олар не конкретизирует, солай ғой. Нақты ешқандай сөз емес. Просто кез келген сөз, сондықтан сөздікте осындай тізімде тұрады. Не дейді? Юхзафу танвину айнда духули әл. Удаляется танвин с приходом әл. Сөзге әл артиклі қосылғанда, әл қосылғанда, танвин жойылады дейді. Танвинді жойылады, әрине. Мына мысалдардан қарайтын болсақ, бәйтун танвинмен тұрса, әл-бәйту деп танвині түсіп қалады екен. Әл-қоламу максурун. Әл-қоламу максурун. Қалам, сынық. Әл-бәбу мафтухун. Есік, ашық. Әл-вәләду жәлисун. Бала отыр. Әл-қоламун дұрыс болмайды. Себебі бір сөзде әл мен тәнвин кездеспейді. Бір сөзде олар мүмкін емес кездесу. Немесе әл артиклі жоқ, немесе тәнвинді просто дамма қылуымыз керек екен. Қоламу деп просто так әшейін болмайды. Просто так жазуға болмайды. Я әл артиклінсіз, я тәнвинсіз тоже болмайды. Тоже крестикпен дұрыс емес деп бізге айтқан. Яғни әл-вәләдун жәлисун. Бұл жерде не? Тағы да вәләд деген сөзде әл артиклімен тәнвин кездесіп қалған, әрине сол себепті бізде ол да дұрыс болмайды. Немесе әл-вәләду жәлисун, немесе вәләдун жәлисун деген сияқты болу керек, е. Әрі қарай, енді әл артиклімен танысқан тұста бізде обязательно осындай тақырып болады. Нәкира және мағрифа деген. Ән-нәкирату вәл-мағрифату. Ол не деген? Ән-нәкирату вәл-мағрифату деген кәдімгі грамматиканың терминдері. Грамматикаға біз енді кіріп жатыр қой жайлап, иә. Ол грамматиканың терминдері. Ол терминдерді түсіну, жақсы түсінген дұрыс болады. Себебі ол әрі қарай өте керек нәрсе. Ән-нәкира деп айтатын болсақ, это как сөздің жағдайы да, сөздің сондай бір положениесі. Сөздің положение немесе нәкира болады, немесе мағрифа болады. Ол не деген сөз? Нәкира десек, это что-то дейді, шайун гойру муайянин дейді. Это что-то неопределенное дейді. Это что-то неопределенное дейді. Мысалы, бәйтун, қоламун, роджулун, бинтун. Біз айттық қой, мына сөздер ешқандай нақтыланбайды, ешқандай нақты айтылмаған. Кез келген үй, кез келген қалам, кез келген мужчина, кез келген қыз айтып тұрмыз. Сол бәйтун дегеніміз ол нәкира. Қоламун состояние нәкира, роджулун состояние нәкира. Себебі нәкира дегеніміз шайун гойру муайянин. Это что-то неопределенное дегенді білдіреді. Ал мағрифа деген оның антоним түсінігі. Әл-мағрифа ол шайун муайянун, что-то определенное. Мысалы, әл-бәйту, әл-қоламу, әр-роджулу, әл-бинту деген сөздер. Қалай ол мағрифа? Себебі әл артиклі бұл жерге қосылып тұр. Әл артиклі кірсе, ол мағрифа, сөз мағрифа болады. Сөз нақты болады, сөз определенный болады. То есть, нәкира деген неопределенность, мағрифа дегеніміз определенность деп айтуға болады. Нәкира неопределенность, мағрифа ол определенность. Сонда әл-бәйту сөзге әл кіргенде бізде сөз мағрифа болады. Әл-қоламу мағрифа болды әл артиклін кірген себебінен, әр-роджулу әл артиклі кірген себебінен ол да нақтыланды. Конкретный бір мужчинаны айтып жатырық, осының сөйлемде тұратын болса, түсінікті ма? Мысалы, әл-бинту, мысалы, айтамыз. Әл-бәйту,
Аль-байту джамилун. Дом красивый, үй әдемі. Аль-байту, мен бір конкретный үйді айтып тұрмын, және мен тыңдап тұрған адам әрине оны түсініп тұр. Әлмен айтқасын, ол да түсініп тұр қандай үйді айтып тұрғанымды. Түсінікті ма? Аль-байту джамилун. Аль-байту джамилун. Мысалы, аль-қоламу жадидун. Аль-қоламу жадидун. Нақты бір ручка жаңа деп айтып тұрмын, және мен тыңдап тұрған адам оны әрине түсініп тұр екен. Түсінікті ма? Так, накира, мағрифа, неопределенность және определенность деген мағынаны бізге береді. Байтун дегеніміз, не арабша бізге жазған, яшмалу куллал буют ва лайса байтан муайянан. Включает все дома, не конкретный один дом, то есть не конкретный, не определенный конкретный дом. Понятно? Байтун яшмалу куллал буют ва лайса байтан муайянан. Конкретно бір үй емес дейді. Аль-байту ядуллу аля байтин муайянин бизатихи. Өзі тұрысымен, осы аль-байту деген тұрысымен уже указывает бізге нақтылап тұр бізге уже бір конкретный үйді меңзеп тұрғанымызды білдіреді. Осы әлді қоссақ, біз уже бір конкретный үйді меңзеп тұрып айтып тұрғанымызды білдіреміз. Түсінікті ма? Осы әл артиклінің тұсында накира және мағрифа деген түсінікті өтеміз. Бұл неопределенность және определенность. Себебі әл сөзге кіргенде ол немесе мағрифа, әл сөзге кіргенде ол сөз мағрифа болады. Ол болмаса, міне көріп тұрмыз біз не? Ол накира жағдайында болатынын. Түсінікті ма? Далее. Және араб тілінде сөзтірі, сөзге әл артиклі кірген болса, мысалы, роджулун деген сөз бар, роджулун ер адам. Оған әл артиклі кіретін болса, роджулун, әр-роджулу деп оқылады. Әр-роджулу деп оқылады. Әл-роджулу деп оқылмайды. Әр-роджулу деп оқылады. Мына жердегі ләмнің, әл дегендегі ләмнің сукуны оқылмайды. Сукуны, вообще ләм оқылмайды. Әр-роджулу, міне көріп па? Сол ләмнан кейінгі әріпке шадда қойылады дейді. Ләмнан кейінгі әріпке шадда қойылады дейді. Ал кейбір сөздерді оқығанда оқылады. Мысалы, әл-байту деп оқыдық жаңа, әл-байту деп оқыдық. Әл-байту дегенде, әл дегендегі ләмнің сукуны оқылды. Әл-байту кәдімгідей оқылды, Осындай араб тіліндегі әріптер, әл артиклі қосылды ғой. Сол әлден кейін қандай әріп тұр? Мына жерде бә тұр, мына жерде ро тұр, Осы әріптердің оқылуы жағынан екі топқа бөлінеді. Әл артиклі кірген уақыттағы мынандай жердегі әріп қандай әріп? Сол оқылуына байланысты, жаңа біреуін көрдік қой, әлді оқыдық, біреуінде әлді оқымадық, бірақ келесі сөздің әрпін неде? Шаддаладық, Сондай жағынан да екіге бөлінеді. Сол, мысалы, араб тілінде 28 әріп бар десек, оның 14-і әл артиклінен кейін кездескен уақытта әлі оқылмай, мына жерге шадда қойылып оқылады екен. Ал 14 әріпке жарт-жарттан бөлінген, сол сөздермен басталатын әріптерге әл артиклі қосылғанда, онда мына әл деп ләмі анық оқылады. Осылай болып, олар екіге бөлінеді. 14 әріп келгенде шаддамен оқылады, 14 әріп келгенде кәдімгі ләмнің сукуны оқылады. Түсінікті ма? Сондай топтар әл-хуруфул қамария және әл-хуруфул шамсия деп бөлінеді. Хуруф деген харф деген сөз. Харф деген манағы біздің частица деген сөз емес. Харф деген бірнеше мағынасы болады. Харф деген частица деп таударылады. Және харф кейде основасы не? Әріп.
Харф деген әріп, хуруф деген оның көпше түріндегі түрі. Харф, хуруф, әріп, әріптер. То есть әл-қамария, қамария әріптері және шәмсия әріптері деп бөлінеді. Әл-хуруфул қамария вәл-хуруфул шәмсия. Енді мына жерде әл артиклі оқылмай, содан кейінгі әріпке шәдда қойылатын болса, ол әріптер шәмсия әріптері болып саналады. Ал 14 әріп бар дедік қой, оларға сөздің басында солар тұрып, оларға әл артиклі қосылғанда ләмі оқылатын болса, әл деп анық оқылатын болса, олар қамария деп аталады. Әл-қомар деген сияқты. Әл-қомар, олар қамария әріптері деп аталады. Осы әл артиклін танысу тұсында тағы да осындай ережені, оқылу ережесі уже бізге берілген. Оқылу ережесі уже бізге берілген. Не дейді? Әл-хуруфул қамария, қамария әріптері, солнечный, лунный деген ғой. Қамар деген луна, шәмс деген солнце. Сонда солнечные буквы и лунные буквы деп аударылады. Так, қамария әріптері юнтақу сукун аляллям. Произносится сукун над лямом. Әл деп анық оқылатын айтып тұр. Мысалы, әл-қомар, әл-қомар. Сонда қоф әрпі, мына жердегі қоф әрпі бізде қамария әріптерінен, қоф әрпі бізде қамария әріптерінен екен. Әл-қомар. Ал әл-хуруфу шәмсия деген шәмсия әріптері деп ла юнтақу сукун алаллами ва тудаху шаддатун алал-харфи-лази бағдаху. Не дейді? Шәмсия әріптерінде ла юнтақу сукун алаллам. Ләмнің үстіндегі, жаңа ләм деп тұрғанымыз әл артиклін айтып тұр ғой. Әл артикліндегі ләмнің сукуны оқылмайды дейді. Ла юнтақу, не произносится сукун над лямом. Ва тудаху шадда, яғни шадда қойылады дейді. Қай жерге? Алал харфи-лази бағдаху. Мына ләмнан кейінгі әріпке шадда қойылады дейді. Мына жерде әріп бар, оған шадда қойылып оқылады. Әш-шәмсу, әш-шәмсу деп бізге мысал берген. Негізі шәмсун болды ғой, шәмсун болды, шәмсун, шәмсун. Оған әл қосылды, әш-шәмсу деп мына жерге шадда пайда болды бізде. Әш-шәмсу. Әл артиклінің қосылу себебінен бізде мына жерде шадда пайда болды. Әш-шәмсу. Сонда әлін бізде оқылмаймыз. Әш-шәмсу. Осындай әріптер, шен деген әріп, соның ішінде ол шәмсия әріптеріне жатады екен. Түсінікті ме? Шәмсия әріптеріне жатады екен. Далее. Енді екі колонкада бізде осы әл-хуруфул қамария, әл-хуруфул шәмсия әріптері берілген. Мысалы, произношениесін өздерін қараңдар. Мысалы, әл-әбу, әл-әбу. Кейбіреулері қамария әріптерін айтқан уақытта, произносить еткен уақытта, әлі деп байқамай, өздері специальный емес, байқамай, просто әлі деп іліп тұрады, тербеп тұрады, қозғап тұрады жаңа әлі деп та. Оны қозғамаймыз, әлі деп кетсек, ол жаңа қалу-қала дейді, тербету деген сияқты сифаты кетіп қалады. Сонда әл-әбу, просто әл деп тұясындар, әбу деп айтып кетесіңдер. Әлі деп көтеріп жібермейміз. Әл-әбу, әл-бәбу. Әл деп ұстап тұрасындар да, уже келесі әріптің есіне көшеміз. Әл-бәбу, әл-бәбу. Не, бә әрпі тоже бізде қамария әріптерін екен. Джим кетеді, оған мысал, әл-жәннәту, әл-химару, әл-хубзу, әл-айну, әл-ғодау, әл-фәму, әл-қомару, әл-кәлбу, әл-мәу, әл-вәләду, әл-хәуәу, әл-яду. Осы я, ха, вау, мим, каф, қоф, фә, ғойн, айн, хо, ха, джим, бә, хамза деген сияқты әріптер сөстірі бізден
хурufул қамарияға жатады екен, иә, қамария әріптеріне жатады екен. Аш-шамсия әріптеріне ат-таджиру, ас-саубу, ад-дику, аз-захабу, ар-роджулу, аз-захрату, ас-самаку, аш-шамсу, ас-содру, ад-дойфу, ат-толибу, аз-зохру, ал-лахму, ан-наджму деген әріптер міне 14 осылай екі бөлікке бөлінеді бұл әріптер, және шамсия әріптері, әл-хуруфу шамсия деп аталады екен, иә. Түсінікті ме? Осымен 3-ші сабақ аяқталды. Келесі сабақта иншаллах жайлап Европқа көшетін боламыз. Жумля исмия деген сияқты нәрселермен танысатын боламыз, әрине. Так, осыған дейін тақырыптарды бекіту үшін иншаллах сіздерге тапсырма жіберемін. Сол тапсырманы орындаңдар иншаллах. Жақсы бекітуге көмектеседі. Так. Осымен альхамдулилля сабақ аяқталды. Субханаке Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Жазакумуллаху хайран ва баракаллаху фикунна. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.